Өз құқығыңызды білгіңіз келсе, кез келген жерде өзіңізді қорғай алғыңыз келсе, сұрақ қойыңыз, біз жауап береміз. Бұрын Мәскеуде рөлге отырса, правадан айыратын еді ғой. Ал қазір правадан айырат, еще водительді қамап тастайды. Не үшін? Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 68 бабының бірінші бөлігімен автокөліктерді, яғни көлік құралдарын алкогольдік немесе есірткіге мас күйінде басқару бойынша жауапкершілік көзделген. Бұрын ескі заңның нормалары, яғни кодекстің нормаларына сәйкес тек қана 3 жылға көлік құралын басқару құқығынан айырту жаза көзделген болса, кейінгі өзгерістер мен толықтыруларға сәйкес аталған баптың санкциясы қатаңдатылды, яғни 15 тәулік әкімшілік қамаққа алу жазасы қолдана отырып, 7 жыл мерзімге көлік құралын басқару құқығынан айырту жазасы қазіргі таңға тағайындалады.